Арыс қаласына қарасты Ақтала елді мекенінде ерекше отбасы тұрады. Есенқұловтар әулеті соңғы 5 жылда бірнеше іс бастап түрлі қолөнермен айналысып келеді. Атап айтсақ, үйдің үлкеннен кішісіне дейін ағаштан, былғардан, жүннен бұйым жасайды. Осылайша сан алуан кәсіпті ұршықша иіріп отыр. Шеберханада қандай ерекше дүниелер бар, олардың құны қандай? Тілші бейнематериалында. Алмагүл Шериханқызы жастайынан қолөнерге құштар болғандардың бірі. Қолы қалт етсе, жоқтан бар жасап, пайдалы дүние құрауды әдетке айналдырған. Алайда бойындағы мұндай қасиетімен кәсіп бастағанына көп бола қоймапты. Оған Атамекен кәсіпкерлік палатасы қолдау білдірген. Негізінде мен 25 жыл үйде отырдым. Бірақ үйде отырғанмен 23 жылдың ішінде ата-енеге қарап отырып, мен мектептің бүкіл ол кезде компьютер жоқ болатын. Бүкіл көрнекіліктерін, мынандай суреттерін, стен газеттерін бәрі істейтін тұғым. Аңды түрде мен 20 жылы ғана тіркелдім. Жеке кәсіпкер болып. Атамекен кәсіпкерлік палатасының қолдауымен 555 мың грант алдым. Сол грантпен бастадым. Іскер ананың ұлдары да 10 саусағынан өнер тамған шеберлер. Тұңғышы отбасылық кәсіпті ағаш өнерімен толықтырып, ыдыс-аяқ және ұлттық аспаптар жасаса, енді бірі былғардан қорамсап, белдік, сөмке сынды құнды дүниелерді дайындайды. Жақында тағы 5 миллион теңгелік грант иеленіп, кебіс, аяқ киім түрлерін тігуді де қолға алған. Енді біз грантты кебістерді қолға шықтық. Бұл кебіс емдік қасиеті бар, адамның аяғын терлетпейді. Бұл ерлер кебісі. Біздің Қазақстанда жоқ өнім. Біз бірінші рет әкеліп жатырмыз мұндай қаласа. Осыны қорғап шықтық кеше. Шеберханадан талай еңбектің нәтижесін байқауға болады. Мықты ағаштардан жасалған ыдыс-аяқ, аспаптар мен түрлі кәдесыйлар бар. Қалаверді сәнді сөмкелер мен ұлттық нақыштағы киімдер көздің жауын алады. Тіпті шебер алдағы Наурыз мерекесіне кимешек тігіп тапсырыс қабылдауды да бастап кетіпті. Бағасы 12 мың теңге. Ал былғардан жасалған қорамсаптардың құны 60 мыңға дейін барады. Бүгінде бұл өнімдерді еліміздегі 600-ден аса садақшы қолданып жүр. Берде мына түймесіне дейін біз теріні қолдана отырып жасағанбыз. Берде тек қана тері жалпылама екі беті. Қаталғаннан соң ременге қаталған, белдікке қаталған. Алмагүл Есенқұлова бүгінде 6 келіншекті жұмыспен қамтып үлгерген. Енді алдағы уақытта ауылдағы оқушылар мен қыз-келіншектерге арнап үйірме ашуды жоспарлап отыр. Айдана Дүйсенбаева, Нұрсұлтан Ескендір, Түркістан 24.